Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен сарымсақтың басты 13 қасиетімен танысамыз. Бірінші, сарымсақ асқазан ішек жолы ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерін алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Екіншіден, диабет кезіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру, оны емдеу өте қиын. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады. Бүйректің, жүрек қан тамыр мен жүйке жүйесінің жағдайын нашарлатады. Десе де, қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Үшінші, сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллицин заты липопротеидтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді. Ал сарымсақ оның алдын алу үшін таптырмас зат. Күнделікті қолданыста, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Төртіншіден, гипертония кезіндегі сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллицин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие. Бесіншіден, сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен мен кверцетинге бай. Сондықтан бұл тұқымдасты көз инфекцияларымен күресу үшін қолдануға болады. Алтыншыдан, сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышыма қотырды, бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сарымсақты зәйтүн майымен араластырып, құлаққа тамызуға болады. Жетінші, сарымсақ ішек құртын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын ауруларды жақсы жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлорасын толығымен жоқ қылып, қабыну мен тітіркенуді болдырмайды. Сегізіншіден, сарымсақ суық тию кезінде де пайдалы. Суық тигенде және тұмауға сарымсақтың пайдасы көп екені бәріне белгілі. Бірақ сарымсақтың қандай пайдасы бар екені, оны қалай және қанша пайдалану керектігін бәрі біле бермейді. Нақтырақ айтқанда, суық тиюдің алғашқы белгілері байқалған кезде түскі асқа ұсақталған 2 сарымсақ тішесін жеу арқылы сіз инфекцияның одан әрі таралуына кедергі жасайсыз. Я болмаса суық тигенде арнайы сарымсақ сорпасын дайындауға болады. 9-шы, сарымсақтың тері үшін пайдасы. Сарымсақ шырыны керемет бактерицидтік қасиеттерге ие. Оның көмегімен Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде жараларды зарарсыздандырылған. 10-шы, сарымсақ безеулерді кетіреді. Жасөспірімдердің өтпелі кезеңдеріндегі безеу бөртпелері бұл жалпы кеңінен таралған тері проблемалары. Сарымсақ, бал, куркума мен иісмайдың қоспасы безеудің пайда болуына жол бермейді. 11-ші, сарымсақпен демікпені емдеуге болады. Демікпені сарымсақпен емдеуде қайнатылған осы көкөніс тісшелерін пайдаланады. Олар демікпе ұстамасының алдын алады және демалуға мүмкіндік береді. 12-ші, сарымсақ ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Сарымсақтың өмір сүру ұзақтығына әсерін дәлелдеу мүмкін емес. Алайда жоғарыда айтылған ақпараттардың барлығына сүйене отырып, оны тұрақты түрде пайдалану өмір сүру ұзақтығын төмендететін бірқатар қауіпті факторларды жояды деп айтуға болады. 13-ші, сарымсақтың қатерлі ісікке де пайдасы бар. Онкологияда да және қатерлі ісік ауруының алдын алу кезінде де сарымсақ маңызды рөл атқарады. Сарымсақты үнемі тұтыну асқазан ішек жолдарының қатерлі ісігі ауруының даму қаупін азайтады.